Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі клиентіміздің шашы ұзын. Клиенттің қалауы сложный окрашиванияға келген. Шашының ұзындығын қиған жоқпыз. Осы ұзындық бойынша шатуш техникасымен жұмысымызды бастаймыз. Шашын алдымен 5 бөлікке бөліп аламыз. Төбесін, екі жаны және артқы жағын 2 бөлікке бөлеміз. Осылай бөліп алдық. Бізге тарақ керек болады, 5 удочка керек болады. Тарақтың ұш жағы темір болу керек. Осы темір ұшы бар тарақпенен жасаймыз шатушты. Не осылай қыстырып алдық. Ең соңғы бір қатарын дайындап қойдық. Енді қоспамызды дайындаймыз. Супра порошоктан 40 грамм, оксидант 6%-тен 80 грамм, жалпы 120 грамм қоспа дайындаймыз. Жақсылап бұны араластырамыз. Ішінде іртік қалмау керек. Порошок жақсылап езіліп, супраменен араласуы керек. Енді бұл жұмысымызды шатуш жасап бастаймыз. Шашты ұшынан ұстап тұрып, тарақпенен артқа итеріп жағамыз. Енді келесіде 2 қатардан да бір қатар түсіріп алып жасаймыз. Міне шатушты былай жасаймыз. Шаштың ортасынан ұстап, түбіне қарай итереміз. Міне осындай шатуш жасап, осы жерге удочканы қыстырып, аламыз да, соның астына фольганы қойып, міне осылай фольганы қойып, қоспамызды жағамыз. Жаққан кезде бірінші тіке жағамыз, одан кейін 2 жанына жағып тұрып жасаймыз. Тарақпенен тарап арасына қоспамыз жақсы сіңетіндей болу керек. Осылай тарап жағамыз. Бірінші бір жағып болғаннан кейін, жақсы сіңгізіп алғаннан кейін, бетіне тағы бір қатар жағып шығамыз. Сонда жақсы бір тегіс болып ағаратын болады.
Осылай шатуш техникасы менен бәрін жағып болғаннан кейін шампунь менен 2 рет жақсылап жуып, клиентті қайтып орнына отырғызамыз. Енді бұл кісінің шашында ақ шашы бар, түбіндегі ақ шашты сединаға арналған краскаменен бояймыз. 600 деген красканы шашына 1 сантиметр етіп жағып алдым. Енді шаштың ұзындығын, осветление жасалған шаштар тонировканың краскасыменен бояп шығамыз. Тонировкаға жаңа формуласын описания жаздық. Осы формула бойынша красканы дайындап жағамыз. Міне жаққан кезде осылай шаштың боялған жерлеріне жағып, қолменен растушевка жасап тұрамыз. Жақсылап краска сіңу керек, тез-тез жағуымыз керек. Бұл тонировка 20 минут тұрады, ал анау астындағы жаққан краскамыз 35 минут болу керек. Жаққаннан кейін 15 минуттан кейін, түбіне красканы жаққаннан кейін 15 минуттан кейін тонировканы жағуды бастаймыз. Міне осылай алдына, артына, барлық жеріне красканы жеткіземіз. Соңында шашты жақсылап қолымызбенен, алақанымызбенен уқалап красканы сіңгіземіз шашқа. Тонировканы 25 минут ұстаймыз. Міне біздің соңғы нәтижеміз, шаш осылай шықты. Соңында утюжокпенен клиенттің қалауы бойынша бюралап бердік.